Суретте қандай да бір компанияның 5 жылғы сауда саттық көрсеткіштері бейнеленген. Кестедегі шамаларды салыстырып, дұрыс тұжырымды анықтаңыз. Бірінші кестеде 1989 жылдан 1991 жылға дейінгі сауда саттықтың өсу пайызы, және 1991 жылдан 1993 жылға дейінгі сауда саттықтың кему пайызы. Бірінші кестедегі жағдайды қарастырып көрейік. 89 жылдан 91 жылға дейінгі сауда саттықтың өсу пайызы. Жақсы, мына жерде бізде 89 жылы 1000 болып тұрды басында. Сосын 91 жылы ол 3000-ға дейін барды. Онда біздер басында 1000 дегенді 100%-ға теңестіреміз. Және ол 3000-ға дейін көтерілді. Онда ол қанша пайыз болғанын анықтап көрейік. Енді бұл жерде пропорция құрамыз. X тең болады бізде. Пропорцияның ережесі бойынша қарама-қарсы сандарды көбейтіп, қалып қойған 1000-ға бөлеміз. 3000 көбейтілген 100 бөлінген 1000 деді біздер. Мына 3 0 мен мына 3 0 қысқартайық. Мына жерде 3 болады, сонда 300% құрайды. Мына жерге 300%-ды құрайды деп жазып қояйық. Сонда басында 100 болды, сонда соңында 300%-ға дейін көтерілді. Айырмашылығы сонда 200%-ға өсті бізде. Екінші жағдай, екінші бағанды қарастырып көрейік. 91 жылдан 93 жылға дейін сауда кему пайызы. Сандарын салыстырып жатамыз. Жақсы, 91-де бізде 3000 болады. Ол 100% деп жазып қоямыз мына жерге. Сосын 93 жылы ол 1000-ға дейін түседі. Ол x пайыз деп қоямыз. Тура солай x тең тағы да міне белгілі қарама-қарсы сандар көбейтіп аламыз, 3000-ға бөлеміз. 1000-ды көбейтеміз, 100-ге бөлеміз 3000-ға. 3000-мен қысқартамыз, мында 3 болады. 100-ді 3-ке бөлсек, 33,3-тен 1 болады. Осыншама пайыз. 33,3-тен 1 пайыз. Жақсы, онда 100% ол болып тұрды, және 33,3-тен 1-ге түсті. Ал қаншаға түсті? Онда 100-ден 33,3-тен 1 азайтсақ, ол бізде 67,3-тен 2 пайыз болады. Енді бізде жауаптарын қарайық. А жауабы сол жақтағы шама үлкен дейді. Дөп түстік бірден. Сол жақтағы шама ол бізде А. Оң жақтағы Б бізде. Енді А және Б деп алатын болсақ, сол жақтағы шама бізде үлкен. 200 үлкен. 67,3-тен 2-ден. Оң жақты шама үлкен жоқ, дұрыс емес. Шамалар өзара тең, дұрыс емес. Анықтау мүмкін емес, дұрыс емес. Оң жақтағы өлшем 200%-ке пайызға тең. Оң жақтағы емес, бізде сол жақтағы тең болды. Сонымен жауап А.